Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге осындай өте биік әрі жұмсақ болып шығатын шоколадты бисквитті бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең әуелі бізге шоколадты бисквитке қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Және де какаомыздың үстіне ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, алдын ала дайындап аламыз. Содан соң миксерлегенге бізге осындай шұңқырлау ыдыс қажет болады. Сонда бисквиттеріңіз күшті көтеріледі. Ең бастысы бұл ыдысымыз таза, құрғақ болуы маңызды. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, және де миксердің жай жылдамдығын бастап, әр минут сайын жоғары көтеріп, қантымызды аз-аздан сала отырып, аппақ масса болғанша миксерлейміз. Менде бірінші миксер жұмыс жасамай қалды, сол себепті ауыстырдым. Және де осындай аппақ сұйықтық болған кезде үстінен сұйық майымызды және де алдын ала дайындап алған ертілген какаомызды құйып, жай ғана араластырамыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Содан соң разрыхителімізді саламыз. Және де ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп салыңыздар. Бірден салып жіберуге болмайды. Әйтпесе біздің жаңағы жақсылап көтерген жұмыртқамыз басылып қалуы мүмкін. Сол себепті ұнды міндетті түрде үңгілегішпен өткізіп, және де 3-4 бөлікке бөліп салыңыздар. Бірден салып жіберуге болмайды. Мен 4 бөлікке бөліп салдым. Барлығын миксерледік. Міне біздің сұйықтығымыз дайын болды. Арнайы формамызға, менде 24 сантиметрлік формамызға құйып, астына міндетті түрде пергаментный қағаз құйыңыздар. Және де кішкене ұрғылап жіберіңіздер, ішіндегі ауасын шығарып. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минутта пісіріп аласыздар. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Алғашқы 40 минутта бетін мүлдем ашпаңыздар. Және де піспегенін ағаш таяқшамен тексеріңіздер. Ағаш таяқша құрғақ болса, демек біздің кожамыз пісті деген сөз. Бисквитті ыстық күйінде формадан алып қоймаңыздар. Міндетті түрде бисквитіңізді суытып, содан соң барып алыңыздар формадан. Міне біздің осындай биік болып көтеріліп шықты бисквитіміз. Және де бисквитті суыған соң ақырындап үлкен пышақтың көмегімен 3 бөлікке бөліп аламыз. Маған үлкен пышақ ыңғайлы, сол себепті ақырындап кесіп алдым. Біздің бисквитіміз өте нәзік, сол себепті ақырындап кесіңіздер. Менің YouTube каналымда қарапайым классикалық бисквиттің де рецептісі бар. Қазір описанияға төменге ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде ақ бисквитті де жасап көріңіздер. Сіздер дәл осы бисквиттің арасына кез келген өзіңізге ұнаған кремді қолданып торт жинасаңыздар болады. Қыздар, сіздерге дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін, өйткені өте керемет әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнайтыны 100% сенімдімін. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп басып қойды ұмытпаңыздар, өйткені алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Ләззат, назарларыңызға үлкен рахмет.